Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте хит болған бента тортының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті заттарымызды алдын ала дайындап қоямыз. Ыдысымызға ең алдымен жұмыртқамызды, кішкене тұзымызды, қантымызды салып, миксерді көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды қосамыз. Және де 2 ас қасық балымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Міне араластырдық, енді қопсытқышымызды салып, үстінен ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне массамыз осылай болып шықты, және де алдын ала дайындап қойған пергамент қағазымызға салып аламыз. Алдын ала 180 градуста қыздырып алған пешімізге 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Коржымыз пісіп шыққанша біз кремін дайындаймыз. Креміне ең алдымен творожный сырымды және сахарный пудрамызды салып, оны да жақсылап араластырып алдық. Енді мен 33% сливкиді қосып, оны да жақсылап араластырып, крем қою болғанша араластырып аламыз. Міне креміміз осылай қою болғанша араластырып алдық, және де біз алдын ала кондитерский қапшыққа ақ кремімізді салып аламыз. Міне коржымыз пісіп шықты, енді оны дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Міне осылай кесіп аламыз. Дайындап алған корждарымызға кремімізді жағып аламыз. Міне барлық корждарымызға осылай етіп кремімізді жағып аламыз. Корждарымызға крем жағып дайындап алдық. Енді кремімізді 3 бөлікке бөліп, бояу қосып аламыз. Біріншімізге сары түсті бояу қостым, менде гелевый красителдер, екіншімізге көк түсті, және де үшіншіге қызғылт түсті қостым. Міне кремдеріміз араласып дайын болды. Енді тортымызға кремдерімізді жағып аламыз. Міне кремімізді жағып дайындап алдық. Енді екінші тортымызға қызғылт кремімізді жағып, оны да әдемілеп қаптап аламыз. Міне үшінші тортымызды да көк түске әдемі етіп қаптап аламыз. Міне торттарымыздың сыртын қаптап алдым. Енді кремнің көмегімен бетін әсемдейтін боламын. Сіздер қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Крем немесе тағы басқа заттармен әсемдесеңіздер болады. Міне торттарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Және де осы видеоны соңына дейін қарап, видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерде әлі көптеген видео шығады, сол себепті менің YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.